Қабдеш Жұмаділов, аққуды атпас болар. Хикаят. Асқан алпыстан мынау жасымыз, қашқан кәріліктен қарып басымыз, қаларсың қай сайда. Шәкәрім, аққуды атқан адам көп ұзамай ажал құшады. Ақындарды атқан үкіметтің де өмірі ұзаққа бармайды. Жазушының қойын дәптерінен. Соңғайларда сақтықты серік еткен ақын әлде бір оқыс шыққан дыбыстан оянып кетті. Жатын бөлмеге жапсарлас ат қорадағы қарагер екен. Жер тарпып оқыранып тұрған. Сыралғы жануар неге дыбыс берді екен? Әлде бөтен біреулер осылай қарай келе жатыр ма? Жастығының астында жатқан алтын баулы сағатына қарады. Сағат таңғы 7:30. Бүгін аспан ашылып, күн көзі шыққан секілді. Жартылай қырау басқан терезеден шашыраған сәуле білінеді. Кеше түннің бір уағына дейін кітап оқып, жайырақ жатқан Шәкәрім қалың көрпе жамылған жылы төсекті қимай тағы біраз жатты да басын көтеріп, баяу қимылмен киіне бастады. Содан сырмап бешпет шалбарын саптамасын киіп, күпісін жамылып далаға шыққан. Неше күннен бері үдей соққан боран басылыпты. Аспан шайдай ашық. Егіз қызылдың бір қырқасынан күн көзі енді ғана көтеріліп келеді. Ауада шыңылтыр аяз бар. Ол түзге отырып келген соң үстіндегі күпісін босағада тұрған шегеге ілді де есік алдында жас кезіндегі әдетімен еңкейіп шалқайып серейген қол аяғын оңды солды созып аз кем машық жасады. Осы кезде есінің қалпын көрген қорадағы қарагер тағы да оқыранып белгі берді. Шәкәрім осыдан кейін ғана ат қораға бұрылған. Қарагер науадағы шөпті түгел жеп тауыспапты. Жануар шөлдеп тұрған секілді. Атты бұлақтан суаруды кейінге қалдырды да, әзірше қарлай тұрсын деп, науасына күрекпен қар қойып салды. Бұл шақпақтың күнгей бетіне салынған Шәкәрімнің саят қорасы. Соңғы жылдары қыс бетінде осында жатып, бүркіт салып, аң аулайды. Сырт көзге солай делінгенмен дұрысы оңашада жалғыз жатып, жазу жазады. Сонымен бірге, қазіргі пәлелі қоғамнан бойын аулақ салу, ауылдастарынан түңілу, безіну де жоқ емес. Саят қора бұрын бұдан төменірек, Бақанас жақтағы кең қоныста болатын. Кейін ол маңай жаңада құрылған әртелге қарап кетті де, Шәкәрім амал жоқ тау ішіндегі шақбаққа қарай шегінді. Мұнда қоныс аударғанына да 5-6 жылдың жүзі ауып барады. Ақын жалғыздыққа, саяқ тұрмысқа әбден үйренген. Басқалар сияқты ішіп-сып, зерігу дегенді білмейді. Неменеге зерігеді? Ақ қағаз сырласы, қара қалам мұңдасы. Сөйлесетін кісі жоқ дейсіз бе? Бүкіл адамзаттың ақыл ойы сөреде кітап болып тізіліп тұрса, олардан артық қандай әңгімеші сирек керек. Шәкәрім ауылда оқуға мұршасы болмаған кейбір кітаптарды осы саят қорада оқып жүр. Ол біраздан соң ішке кіріп, үй ішін ретке келтіре бастады. Саят қора таңға шыққанда түнеп шығатын жай басқалқа үйшік емес. Кәдімгі адам тұратын үй. Өзіндік жасау жиһазы, сән салтанаты да жоқ емес. Еденде текемет, сырмақ, кереует тұсында оюлы алаша, төрге кілем ұсталған. Сол кілем шетіндегі шегелерге домбыра, қобыз, сыбызғы, қосауыз мылтық, оқшантай, дәндәкуімен қоса күміс шытыралы кісе ілінген. Ал бұрыштағы сөреде қос тілді гармон тұр. Жаратылысынан тазалықты сүйетін ақын сол заттардың бәрін тәкізелеп сүртіп шықты. Осыдан кейін бұрыштағы қазандыққа от тұтатып, шойын плитканың үстіне мыс шәугіммен шай қойды. От жанған соң үй іші де жылына бастаған. Бұл үйде қазандықтың түтіні моржадан тура шығып кетпейді. Дуал іргесін кенерлеп, төсек астын айналып барып, келесі бұрыштаған шығады. Бұл қазақта жоқ,
орыстан үйренген тәсіл. Аз отынмен бүкіл үйді жылытуға болады. Ошаққа шай қойған соң босағада тұғырда отырған Қарашегірдің қасына келді. Тірі жаннан Саят қорадағы екі серігі осы Қарашегір мен Қарагер ат қой. Иесінің таяп келгенін сезіп, сыралғы қыранда тұғырдағы болат тұяқтарын барбаң басып, мойын жүні дудырай дүр-дүр сілкініп қойды. Мұның да бөтекесі босап, иесінен жем тілеп отыр. Кеше-кеште таяуда атқан арқардың бір жілігін саптаяққа турап, ақжем қып, суға жібітіп қойғанда. Онысы тұғырдың астындағы таушада тұр. Шәкәрім жем берер алдында томағалы бүркітті биялай киген сол қолына қондырды да, екі топшысы мен қанат құйрығын сылап-сипап балаша еркелетті. Бөпем, апырай, қайтсем екен сені. Әлде осындай күш қайратыңның барында аяқ бауыңды алып, ежелгі мекенің зеңгір аспан төсіне бір жола қоя берсем бекен. Шамасы Қарашегір де бірдеңені сезетін секілді. Сіз өз өміріңізді құс баласының күрсінгенін көрдіңіз бе? Ал Қарашегір кейінгі кезде уақ күрсінетін болып жүр. Шәкәрім соны бірнеше рет естіді. Көк жүзіне көтерілмегелі көп болды. Іші толып, құса боп отырау, дейді Шәкәрім ондайда. Өзі олай-бұлай боп кетсе, бұған кім ие болады? Әлде бір дәлдүрішке қоры қылғанша аспан айдынына ұшырып қоя берген дұрыс шығар. Ой, қой дүние! Қыранның томағасын жолып алған кездегі сәтті көргеніңіз бар ма? Қияпаты мүлде өзгеріп кетеді. Осы жаңа ғана жұп-жуас боп отырған бүркіт томағасын сыпырып алғанда бір шоқ лаулаған от қайналады ғой. Дүйім дүние оның көз жанарына сыйып кетеді. Қажы саптаяқтағы кемді алды да алдына тосуы мұң екен. Қарашегір кесек туралған етті қарбыта асап жіберді. Соңынан түтікпен орта кесе су ішкізді. Бұл байқұста шар тартып қалған екен, деді Шәкәрім Қарашегірді алғаш қолға түсірген кезін есіне алып. Алтайдың ақ иығы мен Барқыт белдің қан шегірінің шағылысуынан туған. Түз қырынан тас түлек кезінде тормен ұстап еді. Несін айтасың, қызығын тәуірақ көрді ғой. Алғашқы жылдары түлкі мен қасқырды үйіп тастаған. Енді міне Шәкәрім шал болды. Қарашегірден де қал кетті. Осы сәт ошақтағы шәугімнің қақпағын билетіп қайнағаны білінді. Қажы Қарашегірдің томағасын кигізіп, тұғырына қайта қондырды да дастарқан қамына кірісті. Әлде бір сөреден қағаз шай шығарып ақ шайнекті демдеді. Үстел басын қағаздан босатып, өзінше дастарқан жасады. Дастарқаны тым жұпыны, ірімшік, құрт, қос уыс бауырсақ, майға жанышқан талқан, бір кесек тоңазыған ет, қазақы тамақтың бір жақсысы шайға салсаң, ет те, бауырсақ та балбырап жұмсап кетеді. Бұрын шайлық сүтке деп саулы інген ұстаушы еді. Балсенділер Шәкәрім бір түйесін тауда жасырып отыр деп шу көтеріп оны да қимай алып кетті. Бұлардың заңы қызық, өз малыңды өзіңе билетпейді. Бейне мал мүлікті солар үшін жинаған сияқтысың. Бұрын қос салып аңға шыққанда тастан түлкі үркітетін қағушысы, әрі үйде ас дайындайтын бақыршысы болушы еді. Совет заңына да ол да сыймайды екен. Сен біреудің ақысын жеп еңбегін қанаған кісі боп шығады екенсің. Қажы өзінің бақыршысы Әупішпен осылай ажырасты. Әупіш бала кезінен Шәкәрім шаңырағына сіңген, басында малшы-жалшы болып, кейін аңшылыққа бейімі болған соң, бақыршы ретінде қасына ерткен жан жолдасы еді. Ер жеткен соң Әупішті үйлендіріп, алдына әжеп тәуір мал салып берген. Шәкәрімнен екі елі айырылмай, Саят қораға ол да бірге келетінді. Қайран Әупіш тамақты қалай әзірлеуші еді. Ол пісірген сорпа арқардың етінен, ол қуырған қуырдақ. Жесең, таңдайыңнан дәмі кетпейді. Амал не? Советтік белсенділер
сол Әупішті де маңдайына сыйдырмады ғой. Әлі күнге дейін қолында жалчы ұстап отыр деп қажыны жиналысқа салып, басынан қиқу кетпеді. Сондай бір жиналыстан жүйкесі жұқарып келген күні Саятқорада Әупіш екеуі шай ішіп отырғанда: «Әупіш, сен бүгіннен бастап боссың, ауылға қайта беруіңе болады» деген оған өлім естірткеннен бетері қиналып, Әупіш байқұс ештемеге түсінбей жапақтап қарай берді. «Қажы, мен не білдіріп қойдым соншама? Жазығым не?» деді екі көзі жасқа толып. «Түк те жазығым жоқ. Тек екеумізге бұдан бұлай бірге жүруге болмайды екен. Жаңа заң бойынша мен сені қолданған, еңбегіңді қанаған кісі боп шығады екем. Өзің білесің, еңбекшілер өкіметі ондайға жол бермейді. Белсенділер былжырапты», деді Әупіш ырыққа көне қоймай. «Мұнда еңбек ететін мен бе, сіз бе? Аң ататын сіз, бүркітті баптап түлкі алдыратын сіз, менің бітіретінім қуырдақ қуыру. Бәлкім сіздің еңбегіңізді мен қанап жүрген шығармын. Ол белсенділерді маған жіберіңізші, сөйлесейін». Шәкәрім қауғадай қалың сақалын тулата қарқылдап күліп жіберді. Көптен бері рақаттана еркін күлгені осы. «Ой, Әупіш-ай, қалай тауып айтады. Сол пысықай белсенділердің Әупіш құрлы ақылы жоғау. Бірақ не істейсің, биліктің аты билік. Әупішті қалай да көндіру керек». «Әй Әупіш, сен мені тыңдап ал» деді бақыршы жолдасын иығынан құшақтап. «Олардың нысанға алғаны сен емес, мен ғой. Қитықтан сыйтық шығарып, қалай да менің күнәмді көбейте бергісі келеді. Егер маған жаның ашса, менің тілімді ал да ауылға қайт». Әупіш амалсыз көнген рай танытып, аз кем үндемей отырды да, әлден уақытта: «Мен соларға түсінбеймін. Белсенділердің осы сізге таңатын кінәсі не?» деді өзінің қазіргі саясаттан мүлде аулақ екенін танытып. «Жаңа заң бойынша кінә деген көп екен ғой менде. Бай болыппын, болыс болыппын. Құдай жолын ұстап, қажыға барыппын. Ұзақ жыл жалчы ұстап, малшы-жалчы бақташылардың еңбегін қанаппын. Осының бәрі аз қылмыс па бір адамға? Ал бай болған, қажыға барған жаман бекен. Соның арқасында сіз ондағы малшы-жалчыға жұмыс беріп, толымды ақы төлеп, оларды асырап келдіңіз ғой. Ол да қылмысқа жата ма? Міне, Әупішке салсаң осы. Амал не? Әупіштерді билікке жолатпайды ғой. Еңбекшілердің атынан солардың тонын жамылған делдалдар сөйлейді. Еңбекшілердің уәкілі етіп, оларды кім сайлағаны түсініксіз. Еңбекшілер атынан партия құрады да, қызығын жаңағы делдалдар көреді». Шәкәрім бұдан кейін ай сайын қабырласып тұруға келісіп, Әупішті ауылға әрең қайтарған. Жігітте екі сөйлеу деген жоқ. Арада 1-2 ай өтті ме, өтпеді ме, бір күні түнделетіп Саятқораға Әупішіңіз келіп тұр. Бір қойдың ұшасын ала қоржынға салып алыпты. Екеуі көп жыл көріспеген адамдай шырқырасып жатыр. Сағынысып қалыпты. «Ау, мына етті қайдан алып жүрсің?» деді. Қажы ұрлық етпе деген қауіппен. «Ғалаңдамаңыз, қажы. Бұл өз қойыңыздың еті» деді Әупіш езуі жайыла күліп. «Дәл сіздікі болмағанмен әйтеуір Құнанбай әулетінің малы. Кәмпеске кезінде тәркіленген көп мал қайда кетті десем, белсенділер оны қасап қып сойғызып, етін Семейге тасиды екен ғой. Сол жерден пойызға тиеп Ресейге жөнелтетін көрінеді». «Солай ақ болсын. Ал мына ет сенің қолыңа қалай түсіп жүр?» деді Қажы әлі де күдігі сейілмей. «Қажаға, мен қазір арбакешпін ғой» деді Әупіш арқасын кеңге салып. 10-15 арба қасапханадан қалаға ет тасимыз. Бал ұстаған бармағын жалайды деген бар емес пе? Кейде еңбегімізге ет жаздырып аламыз. «Жарайды онда, еңбегіңе келген ет болса, дәмін татып көрерміз» деді Шәкәрім келіскен рай танытып. «Көрдің бе? Мұндағы ел аштан бұралып өліп жатыр. Ал қой етінің қызығын алыстағы біреулер көреді». Сол күні Әупіш әкелген етін қолма-қол бұзып,
өзгесін тұздап іліп қойды да, бір санын асып сорпа істеді. Бір талайдан ыстық ас ішпей қақтығып отырған қажы жас сорпа ішіп, пора-пора терлеп рақаттанып қалды. Әупіш содан кейін де талай рет келді, және әр келген сайын құр қол емес азық түлігін ала келіп, бұрынғы қожасын бір тойғызып кетеді. Таңертеңгі шайдан кейін қажы тысқа шығып, қарагер атқа ер салды. Өзінің бір ойлағаны ат қаратын бір маңызды шаруасы бар секілді. Біраздан соң жылы киініп алды да, қарашегірді қолына қондырып атына мінді. Күн райы бұзылғаннан бері үйден шыққаны осы. Аязды суық ауаны көкіреген кере жұтып, бір түрлі тыныстап қалды. Қолындағы қыран да таза ауаға шыққанын сезіп, дүр-дүр сілкініп түрленіп отыр. Шәкәрім сол беті Саят қораның шығыс жағындағы биік шоқы айыршақпаққа қарай бет алды. Түйенің қос өркешінде егіз шың осы тұстағы таулардың бәрінен биік тұғын. Соның баурайын керлей отырып, сол шоқының ұшар басына шықты. Биікте әжеп тәуір жел бар екен, қойны қоншына сумаңдаған суық кіріп, лезде қалтыратып жіберді. Ұшпа тастың далдасына қарагерді қаңтарып, қарашегірді ердің үстіне қондырып қойды. Бұлай етуге құсбегінің аты да, құсы да әбден үйренген. Жолдассыз, қағушысыз қалғаннан бері қарашегірдің томағасын сыпырып, осылай ердің үстіне қондырып қояды да, қалың бұтаға не тас қуысына жасырынған түлкіні жаяулап барып қажының өзі қуып шығатын. Бүркіттің түлкіні анық көруі шарт емес. Иесінің кеу деп қалған даусын ести салысымен көк аспанға қыранның өзі көтеріледі. Содан межелі биікке жеткенде бұлтара қашқан жер тағысына қарай қайта құйылады. Сен атыңа мініп, соңынан шауып жеткенде түлкіні бүктеп отырған қыранды көресің. Шәкәрім биік секі тастың үстіне шығып, айнала төңірекке қос жанары талғанша ұзақ қарады. Осы арадан Шыңғыстың жон жотасы алақанға салғандай ап-анық көрінеді. Сонау оңтүстікте Қаранай балға тек тұрмас құр жоталары, көлбесе шығыс жақта Буратитен, Егіз Қызыл, Жәнібек, Ақшатау биіктері бой созады. Ал сонау батыста Көксеңгір, Жорға, Жауыр тауы, Шымылдық, Жосалы жоталары қылаң береді. Ал мына солтүстікте Қаражал, Керегетас, Айдарлы, Қарақойтас сеңгірлері мен мұндап тау тап-таяу жерде кеуде керіп тұр. Осының бәрі де Шәкәрімнің әр жылдар аң қарап бүркіт салып, оңды-солды талай жүріп өткен жерлері. Қайран Шыңғыс, баяғыда түрік жұртының ұлы қағаны Шыңғысқан, орда тіккен киелі мекен, орда тауы қан биігі сол заманнан қалған белгі. Жоңғар қандығы күйрегеннен кейін осындағы қалың Найман, Алтай мен Барқытбелге, одан ары Ерентауға қарай жөнелкегенде жартылай босап қалған Шыңғыстау Ырғыз бен Торғайдан ауып келген Тобықтыға бұйырыпты. Кешегі Құнанбай жортқан бел-белес, Абай Алтыбақан тепкен Жәнібек, Ботақан ошағы, кейін Шәкәрім бүркіт салған биік тұрғылар ертең кімге қалар екенсің? Қасиетті өлкені лас аяғымен күні ертең кімдер таптамақ? Аруақ қонған аймақтар шынымен-ақ құдайсыздардың құзырында қалмақ па? Қажының бір таңғалғаны, көз жетер жердегі сол өлкеде қазір қыбыр еткен жан жоқ. Бұрын бұл бөктер 4 түлік малға сыймай жатушы еді. Қора-қора қой өрісі, тебіндеген жылқы қостары, соның бәрі қазір тып-тиыл. Түп қорып құпарыла, бәрі бір жаққа ауып кеткен секілді. Тігерге тұяқ қалмады деген не сұмдық? Ең алдымен малды құртты, мал кеткен соң сол малды талғажау етіп отырған адамдар аштыққа ұшырап, тірлікпен қош айтыса бастады. Қазақты малдан айыру, жылқыны құртып жаяу қалдыру науқаны жүрді ғой соңғы 2-3 жылда. Бәрі соның нәтижесі. Сиыр мен қойдың жарасы жеңіл, қанды қасап қылып
қырамыз да етін Ресейге асырамыз. Ал мына жылқыны қайтеміз? Орыстар жылқы етін жемейді ғой, депті бір белсенді. Олай болса, індет шықты деген сылтаумен жылқыны бір сайға иіріңдер де әскер шақырып, пулеметтің оғына ұстаңдар, депті жоғарыда отырған мансапты. Өлекседен иіс қоңыз шығады десеңдер, үстіне кәрәсін шашып, өртеп жіберіңдер. Бұйрық табанда орындалған. Қазақ даласындағы 10 миллионнан астам жылқы айналасы 2-3 айдың ішінде оққа ұсталып, атылып өртеніп жоқ болды. Билік басында отырғандар өз ұлтына жан ашымай-ақ қойсын, тым құрыса, ері қанаты жылқыға ара түсе алмады-ау. Жылқыдан кім зиян шегіпті? Жесең ет, ішсең қымыз, мінсең көлік. Осыны кімнің алдында да дәлелдеуге болады ғой? Жоқ, олар ондайға бармады. Құдайсыздар жылқыны құртап, асау қазақты жаяу қалдыруға асықты. Бірақ қазір кімге өкпелейсің? Жоғарғы өкіметте ұлт қамын ойлап, суырыла сөйлейтін, бұлтартпас дәлел келтіріп, әлдекіммен таласатын бір азамат қалды ма өзі? Әттең, шіркін алаш қайраткерлері қандай мемлекетте де басқаруға дайын тұр еді-ау. Амал не? Оларды дер кезінде құртып тынды. Олардың орнына кілең бір ауыз қарсы сөз айта алмайтын мақұлбайларды алып қалған жоқ па? Солардың бірі қазақ үкіметінің төрағасы Елтай Ерназаровты Шәкәрім өткен жылы өз көзімен көрді. Қалай жолы түсті екен, сол Ерназаров былтыр осы Шыңғыстауға келіп қайтты. Үкімет басшысы талауға түскен малды аштан қырылып жатқан халықты көруге келген шығар. Жағдай бұдан кейін түзелер деп бұлайғы жұрт дәмеленіп қалған. Сөйтсе олай емес. Қуыршақ төраға салықтан жиналған азық-түлікпен сойылған малдың етін Ресейге жеделдетуге жөнелту үшін келген екен. Жергілікті белсенділер Қарауыл өзенінің жағасына үй тігіп, төрағаны күтіп жатыпты. Арыз айта келген халықты маңайына жолатпай күзетшілер қуып жүр. Шәкәрім ел ағасы ретінде бастықтың қабылдауына жарты сағатқа зорға кірді. Бірақ кірмей-ақ қоюы керек екен. Ұлық алдынан түңіліп шықты. Төраға жасында жалшы болған, қойшы болған деуші еді, сол рас-ау деймін. Еріннің жалағы әлі қате қоймапты. Шаш қайырмаған, анығында қайратындай шашта жоқ екен. Басында төбелі бар ма, шоңғылдау жасыл тақиясын милықтата киіп алыпты. Шәкәрім елдегі жағдай халықтың ауыр қалы, ашаршылық жайында айта бастаған. Төрағаның мінезі тым шорт екен. Сені кедейдің сөзін сөйлейтін тәуір қажыма десем, байлардың сойылған соғып жүрген контр екенсің ғой, деп шақ ете қалды. Екі сөзінің бірі орысша, оны да иінін келтіріп сөйлесе екен-ау. Омыртқасын опырып, қабырғасын қақыратып, олы орыс тіліне қатты обал жасайды екен. Шәкәрім, амал жоқ, сенген қойым, сен болсаң, күйсегеніңді ұрайын, деді де атына мініп жүріп кетті. Осынау ақсүйек жұтқа, қырғын апатқа кім кінәлі, деді дәл қазір айыршақпақтың бір биігінде отырған Шәкәрім. Айналып келгенде, осының бәріне өзін өзі қорғай алмаған қазақтың өзі кінәлі. Оны шылый орыстан көрудің де жөні жоқ. Отаршылдар қазақты ұшпаққа шығарма деп қашан уәде беріп еді. Оларға құл керек, отар керек. Қазақтың кең байтақ жері оның асты үсті байлығы керек. Сол ең байлықты елін жерін қорғауға қазақ дайын болмай шықты ғой. Алаш азаматтары кеткен соң қазақ жас баладай қорғансыз күйге түсті. Біз әлі ұлт болып ойымаған екенбіз. Қазақ боп, халық боп қалыптаспаған екенбіз. Дәлел керек пе? Бүкіл қазақты қан қақсатуға бір Голощекиннің ақ шамасы келді-ау. Жарайды, ол қужақ қатыгез, қайырымсыз қанішерақ болсын. Жыланның аяғын көрген зымиянақ болсын. Егер ұжымы берек, ақыл ойы тұтас,
айрандай ұйыған мықты ұлттың ортасына келсе, жалғыз еврей не істей алар еді? Жарайды, алаш қайраткерлерінің басына күн туып кетті делік. Ал іс басындағы қызыл комиссарлар, қызыл сұңқарлар не бітіріп жүр? Қазақ азаматтары тізе қосып, өз ұлтын қорғаудың орнына Рысқұловишна, Сейпуллиниша, Меңдешевишна болып, өзара мансапқа таласып, Голощекинге жалынышты болып жүр. Осыдан кейін кім басынбайды бізді? Ал Шыңғыстау ауданын тас-талқан етуге Қарасартоп деген бір ғана шала сауытты безбүйрек белсенді молынан жеттау. Кешегі Құнанбай қарауындағы Абайдың елі, ел пысыға атанған 5 болыс тобықты аттыға жол ауыздығы сөз бермейтін ырғызбай жуандары бір сілкінгеннен қалмай Қарасартоптың табанына түстау. Бірін-бірі көрсетіп, бірінің үстінен бірі шағым айтып, бір тобықтының өзі іркіттей іреді-ау. Бұл да қазаққа төте келген зауал. Қазақтың надандығы, бәтуаздығы, берекесіздігі, ертеңін ойламайтын аңғалдығы үшін Алланың жіберген зауалы. Кәмпескеге дейін Шыңғыстау ауданында 32 мыңдай халық бар екен. Қазір содан аштан өлгені, абақтыға айдалғаны, шетке қашқаны бар 4 мыңдай ғана адам қалыпты. Сұмдық емес пе? Марқұм әсетте тілі мірдің оғындай айтқыш ақын еді ғой. Ол өзі туып өскен Үржар Мұқаншы өңіріндегі қалды баяндай келіп, асуға ат шықпаған арба шықты, қыранды қанды балақ қарға жықты. Кешегі жымда жұртқан жолбарыстар бұл күнде қоян көрсе жарға бұқты деген екен. Көрдіңіз бе, бүгінгі заманның сыйқын бірақ шумақ өлеңге сыйғызып жіберген. Шәкәрім мұна үйден шыққанда, мұна қарашегірді еркіндікке қоя берсем бекен, жоқ әлде қолыма ұстай тұрғаным жөн бе деп екі удай күйде аттанғанда. Аяқ бауын ағытып, бір жола қоя берейін десе, ұзақ жыл өзіне демеу, жан серік болған қыранын қимайды. Қыранмен қоштасу, бүкіл бір дәуірмен аңшылық, саятшылық салтанатымен қоштасу ғой Шәкәрім үшін. Сауық құрған, сайран кешкен жастақ жігіттік шағыңызда қол бұлғап осы қарашегірмен бірге кеткелі тұр. Алайда жаңағы заман туралы, қазақ қоғамы туралы көңілсіз ойлардан кейін ол қыранмен қоштасуға бір жола бел байлады. Әр нәрсе өз уағында. Қыран баптап, сән түзеп, сауық құратын заман ба қазір? Ол заман әлде қашан өтіп кеткен. Дүние деген итіңнің де алды арты көрініп қалды емес пе? Шапанның қысқа пішкен шалғайындай дүние өтерінде шырайын алды. Дейтін бе еді бір жансал. Ендеше оның айтқаны бұған да келіп тұр. Өз ойына ерік бекіген Шәкәрім орнынан созалаңдай көтерілді де, ақырын аяңдап қарагер аттың қасына келді. Томағалы қыран ер тоқым үстінде үнсіз мүлгіп отыр. Шәкәрім туғаннан солақай. Қолтығында жүрген биялайды сол қолына кимес бұрын пешпетінің қалтасынан бәкісін шығарып, қарашегірдің қалың былғарыдан оюлап жасаған балық бауын еппен сөгіп алды да, бүркітті содан кейін ғана қолына қондырды. Сол беті жаңа өзі отырған секі тасқа таман келген. Қазір қарашегірдің еті көтеріңкі, саусақ ұшымен сипалап көріп, бүркіттің екі санында қауырсының түбінде бүртік-бүртік май біткенін аңдады. Қыранның етін көтерген құсбегінің өзі. Асыраушысы жоқ, еркіндікке алғаш шыққанда әл қуаты толық болсын дегені. Ол қыранның бет бағдарын қаражал керегетас жаққа қаратып, сәл тұрды да, кенет томағасын сыпырып алды. Тағы сол бүркіттің томағасын алған кездегі қайталанбас сұлу көрініс. Жалт етіп,
Бір қарағанда қарсы беттегі жота, жон, қорым қойтасты жанарында сыйдырған есіл қыран ежелгі дағдысынша, кәне көрсетші қолыңда өлейін дегендей жылан басын алға соза, етпеттей ентелеп ұмсына берді. Ұша жөнелейін десе көзіне ештеңе шалынбай есіне белгі күтіп тұр. Шәкәрімнің бұдан ары тұруға төзімі жетпеді. Биялайлы қолын серпіп қалып, қыранын ұшырып жіберді. Қош бол, қыран қарашегір, сен енді азатсың. Өзімде жоқ азаттықты мен саған сыйладым. Аспан әлемін еркін шарлай бер, деді керегедей қанаттарын жайып жіберіп. Кереге тас бөктерін қалықтай сүзіп жүрген бүркітіне сүйсіне қарап тұрып. Сол сәт қарт құсбегінің көзінде жартасты жарып шыққандай екі тамшы жас тұр еді.